Енді бала кезіңізден жүрсіз. Ажур деген Құдайға шүкір аман қалып жүрсіз. Иә, әмин. Одан өскеннен кейін де әйтеуір аман қалдыңыз. Оның ненің арқасы? Сіз аруақ деп сөйлейсіз. Жеті шелпек пісіресіз. Иә. Мен тергеуші болғанда мені атты бір рет. Сол бір рет ол кезде бұйрық болды. Мынандай столға графин қоюымыз керек. Стақан көріп, ана келген адам су ішу керек. Сол мен ана наркомандардың ісін жүргізіп жатырмын ғой. Сол тергеп жатқан кезімде ана графинмен басымды ұрып жіберді жаңағы наркоман. Ұрып жіберді. Қайта мен басым... Өлтіргісі келді ғой. Иә, басым жарылған жоқ ештеңе. Бірақ мен үлгердім ананы ұстап. Сол бойда ана милицияда келіп қалды, шақырттықты. Енді дәрігер жоқ. Мен сол бір досымды шақырттым. Досым тіс дәрігер екен. Ол сол айтты, сәке, менен ана басыңды қия кешем деді. Кешем де ішіне әйнектер бар, оны тақ. Бәрі тазартуым керек, спиртпен жуам деді. Мен айтым, кеше бер. Наркоз жасай, мен айтым, наркоз мені алмайды. Өмірде наркоз мені алып көрген жоқ. Сосын онда мен ана не жасайым, укол, обезболивающий, ауыртпайтын, егіп тастайым. Еге бер дедім. Ол бәрі енді ауырады өзің денең болғасын. Содан бәрі басын тазартып, Аллаға шүкір, содан қалдым ғой. Міне осы айтып, мені атты да, мына содан бір рет пышақ салды маған. Басымнан да жарды. Жаңа сен айтқан сөзің дұрыс. Мен сол аруақтар мені қорғап жатыр. Мен марқұм теберсін, аталарым қатты кісілер еді. Мына атам менің үйде... Ол тек емес. Тегін... Иә, бізді ұратын еді, ана орысша сөйлесең. Сен ойнастан тудың ба деп. Біз сол үндемейміз. Әкем мына менің 20 жыл бірінші хатшы болды. Москвада химия технология институт бітірді. Бірақ үйде бір рет орысша сөйлеген жоқ еді. Сөйлемейді. Сосын Ақтөбеде облыстық трестің бастығы болды. 3 орынбасар болды. 2 украинец, Тарасенко, Филипенко. Сосын бір каневестен болды, Молдаван. 54 жыл кетті Ақтөбеге, көшіп Қазақстанға. Үшеуі де қазақша судай сөйлейді. Міне мен содан таңғалым. Қазір мына орыстар қиын оқу дегенде мен содан таңғалым. Аналар қалай үйреніп жүр. Сонда олар жас емес. Жастары 50 келген. Сосын шопыр болды Володя деген. Ой, ол да 40-та жігіт. Қазақша судай сөйлейді. Әкем қасында жүреді, бізбен қазақша сөйлейді. Машинасына мінемді, әкем жау УАЗик болды үлкен. Газика. 12 орындық газик. Сонымен жүреміз бірге. Қазақша сөйлейді бізбен. Қалай атып кетті деп жаңа бір айтып емессіз? Атып кетті деп сізді. Иә, атып кеткенде мен ана не дейін екен ғой жаңағы. Отырғанда кабинетте. Отырмын ғой, тергеп жатырмын. Соны білмеймін, терезеден бір сарт еткі жіберді атып. Енді олардан есіптен жүр, біз енді бұлай ғой. 2 терезе, сол ортасында қабырға. Сосын бұлар енді ойлаған шығар, мен мына терезенің алдында тұр стол деп менде. Артыңыздан? Иә, мен мына тап қабырғаның несіне тағап қойдым столды. Сонда 2 терезенің орнында мен неткен себебім, 2 терезен жарық келеді, күннің жарығы. Сосын маған сол ыңғайлы ғой деп. Мен сонда жазғанда күннің көзі түсіп жатқансы маған жазуға жақсы деп. Олар бұл жерде отыр деп... Олар сол ойлаған шығар, терезенің түбінде отырады деп. Атып жіберді. Сол мен ұшып тұрғанда сонда жүгіріп кеттім ғой далаға шығып. Сол милицияны шақырып алдым. Анау оқтен шашырады столдың бетінде. Атып жібергесін. Аман сен қалдысы сөйтім. Енді Құдай аруақтың қолдап жүргенін сезесіз. Аруақтың қолдап жүргенін сезесіз. Міне ол мені аруақтар қатты қолдайды. Мен бірінші рет осындай нелерге түстім ғой. Не жасыратыны бар. Аман сау қалдым. Құдайға шүкір. Бір жағынан мен енді өзім ойлаймын. Мен аруақтар не қорғап жүр? Мен түс көрдім. Осы мына 10 шақты жылдықтың шамасында мен түс көрдім. Маған аруақтар айтты. Сен 54 жыл тамыздың 6 күні сағат 4-те қайтасың. 3-те жатасың. 4-те жаның тапсырасың. Сен 10 жыл осы қазақ елін басқаруың керек. Осы қазақ елін тәртіпке орнатып кетеді тек сенде, басқа ешкім жоқ. Себебі қазақ деп зарлап үйлеп жүрген тек сенсің. Тіліңді жоқтатып жүрген тек сенсің. Басқа ешкім жоқ дейді. Ана жүр ғой қаншама белсенді дейді. Көп сөйлейді. Шынымен ештеңе істеп жатқан жоқ қой. Сосын ол бір. Екіншіден ол сөйлеу бір басқа, оны білу керек. Қалай істейсің? Сен
қалай көтересің мемлекетті, қандай әрекет жасайсың бірінші кезекте, қандай адамдар тартасың. Сен тағы да білуің керек қой, кімді тартатының. Ал ол да ойыншық емес, оңай нәрсе емес. Оңай нәрсе емес. Мен мына кеше кім жағы Думан сотталды. Иә. Алтынбек Сәрсенбаевтың інісі сөйлеп жатыр. Тіл байлығы жетпейді. Естіп жатыр мен. Тіл байлығы жетпейді. Сосын көз қарасы тарлау. Ана кеңшілік. Бәрі де сот кінәлі, прокурор кінәлі дейді. Мен бұларға жазып, сот пен прокурор кінәлі емес. Бұнда жүйе кінәлі, жүйе. А бұлар жүйенің құлдары. Сотта прокурорда. Ана сотта прокурорда өзінің еркімен ешне істеп жатқан жоқ. Олар билікті орындап жатыр. Олар сонда бұйрық келді. Олар билікті орындап жатыр. А биліктен бұйрық келіп тұр. Мынаны Думан Мұхаммедкәрімді соттау керек міндетті түрде. Менің есімім сол ғой. Міндетті түрде деп. Баяғыда мен де неткенде солай ғой. Жаңа сотта тергеуші мені қудалағанда, прокурор да маған айтқанда, ана сізді тек қудалап жүр деп, бүйтіп жүр деп. Тек қыр соңына түседі болды. Маған сол мен міне 94 жылы мен Мусин облыстың әкімі. Мен қаматтырды ғой, 4 ай түрмеде отырдым. А сонда да маған ана сот кейін айтты. Кішібаев деген. Қазір Алматыда кездестік. 5 рет шақырды дейді бізді, 5 рет. 5 рет сотты тоқтатты қалдырып. Сонда Мусин айтты дейді. Өтенді соттау керек. Соттау керек оны. Соттау керек деп. Сонда бұл судья айтқан, маған зейнеткерлікке шығуға 5-6 ай қалды. 5-6 ай қалды. Мен өтенмен байланысқа білмейді. Ол сендерге бала емес. Ол заңгер. Білімді заңгер сосын. Оны оңай деп ойламаңдар. Соттап жіберу. Мен мына аман сен кетіп білем. Мына ісін қарайым. Қалай? Солай шешіп берем. Сол бұл мені сот залынан шығарды ғой. Мен кетіп қалдым. А оны облыс прокурор оған айтып жатыр. Орыс. Морской деген. Мусинге. Да, мы обязательно посадим его. Обязательно посадите. Он должен сидеть в тюрьме. Он должен сидеть. Сонда мен Мусинге айттым дейді. Сіз күшті болсаңдар 87 жыл неге соттамадыр өтелді. Сендерді билік қолдарында, коммунистік партияның қолында. Жоғары соттың төрағасы бұзды дейді. Үкімді де қаулында. Жоғары соттың төрағасы бұзды дейді. А сол кезде неге соттамадыр деп айтмайды. Сол мен айттым, маған тыныштық керек. Мен кеткім келеді аман-есен. Сол аман-есен сәке кетті. Облыс соттың төрағасы маған айтты, бәке, істі өзің қарай бер. Қалай шешсең, өзің солай шеше бер. Мен тек сен шешкенің заңдылығында қарайым болды. Заңды шықса, мен де нені үкіміңді бұзбайым деп сөйлеп айтты. Өзің қалай шешсең, солай шеше бер. Сол мен маған сәке мен сосын өзім мына ұятыма қарап, заңға сүйен, мен солай сенің ісіңді шештім дейді. Аға, енді деген ол вақыттың заманында адамдар басқаша болды. Енді сіз кітап оқыдыңыз, библиотекаға барып жүрдіңіз, кітапханаға барып. Иә. Қазір адамдар кітап оқымайды. Вот сол жаман. Қазір мына азып кетті адамдар. Иттерді үйлендіріп жатыр. Соған келейік. Не болып бара жатыр мына заман? Бұны қалай түзейміз? Өзіңіз жіберген жаңа бейнені көрсетті ғой. Атырауда ма, қай жақта Құдайы иттерді үйлендіріп отырған. Бұл әрқашанда мен айтам, әр адамның қимылы, іс-әрекеті алған тәрбиесінен. Қазақ бекер айтқан жоқ қой. Үйада не білсең, ұшқанда соны көресің. Не білсең ұяңды. Үйада дымда білмейді. Біз көшеде міне қараймыз, жалаңаш қазақтың қыздар жүр. Жалаңаш. Енді орысы құрсын, орысқа мен басым olmайды. Еркектер жүр, дамбалмен. Еркектер жүр ғой, міне дамбалмен жүріп, бәрі бұтын ашып. Мен осы жерде айтып кетейінші. Олар түсінбейді. Олар енді шортимен жүр ғой. Норма болып кетті. Ол күнделікті жүреді. Бірақ оның баласы болашақта азып кетеді ғой. Азып отыр. Прогресс болады одан. Азып кетеді деме, азып отыр. Азып отыр. Азып отыр. Сол жаңа көгелділер болады оның балдары. Сосын ойламайды ғой. Ай, мен еркекпін ғой, ер адаммын ғой. Қазақпын ғой. Мен мұсылманмын ғой. Мен қазақпын ғой. Маған мынандай дамбалмен жүріп не керек, бұтымды ашып. Шорты дейді, мен айтам, ол сенің сөзің емес, ол шотландтың сөзі. Шотландтар юбкамен жүреді, етек жапқышпен. А шорты деген балағы бар етек жапқыш деген сөз, балағы бар етек жапқыш. Саған етек жапқыш не керек? Жүрсіз шалбармен. Ол әйелдің аяғына қарайсың.
әдемілігіне аң-таң қаласың әйелдің. А сенің аяғыңның несіне қараймын, жүніне қараймын ба? Сен аяғыңның жүніне қарап, сосын мен ойлауым керек па, сен шимпанзесің ба, гиббонсың ба, орангутансың ба, горилласың ба? Қай маймылдықты ма? Олардың тәні жанданбаған. Егер де тәні жанданса, тәні сөйлеп тұрады, жап деп мені. Дұрыс айтасың. Сондай не жоқ. Мен ана қыздарды аң-таң қаламын. Хайуани деңгейдегі адамдар. Ана қызда көрдім, қазақтың қызы. Мына жер былай киімі. Мына жер мына емшек тапқышы, мына жер бұтында дамбалы. Ал сонда мен ойлаймын, бұны әке шешесі айтпай ма екен үйде? Шешесі айтпай ма? Ай балам ау, мен де сен сияқты қыз болдым. Мынау не киім, неме киім? Өйткені әке шешесі де жетесіз ғой. Сол әке шешенің сөзінің қадірі болмай тұр ғой. Түсіндің ба? Қадірі жоқ. Әке шешенің сөзі қадірі болмаса, олар көтінен кері қарай жүріп береді, білген істейді. Ол ұяттың бәрі сонда тұр. Мен содан ұяламын. Біздің қазақтың азып отқанды сол. Қазір мына заңдар қабылдап жатыр. Шайтани заңдар, көгелділерді қолдап. Соның бәрі соған келе тұр ғой. Енді құрып кетеміз ғой. Неге келдік енді? Еркекпен еркек үйленіп жатыр. Әйелге әйел үйленіп жатыр. Ал гомосексуализм, лесбиянкалерден мына қаптап кетті. Неден ұятсыздық болып кетті. А ол неден? Себебі қазақ атамыз дұрыс айтқан. Тілінен безген адам бәрінен безеді. Бұлар тілін білмейді. Ал тілін білмеген адам ол кім? Ол білмейді, орыс па өзі, Қытай ма, маймыл ма? Өзін тегінен ажыраған. О, ажырап отыр, сол маймылдардың қатарына кіріп отыр, малдың қатарына кіріп отыр. Мен арғашын айтам, қарашы жана, ит үреді, мысық мияулайды, қой маңырайды, сиыр мұңырайды. Ал біз айтамыз, адам жоғары дәрежеде жаратылған жан, жоғары дәрежеде. А сен өзің тіліңді білмесең, сен малдан қалай жоғары боласың? Сен малдан жоғары емессің. Онда қой, сиыр, ешкі сенен жоғары тұр. Олар өзінің тілінде сөйлейді. Сен маған көрсетші бір маңыраған қойды. Маңыраған сиырды, үрген мысықты, мяулаған итті. Сонда мен сен қолымда алар едім. Мен жоқ қой. Аш жауызыңда неше тіл бар? Құдай бір тіл берді. Әлхам әл-ашур дейді. Шариғат әлхам әл-ашур. Адам, мен саған тіл бердім дейді. Тіл қазақ тілі. Ал енді сен өзің тіліңді сөйлемей, орысша сөйлесең, онда сен қазақ болғаныңды мойындамағаның ғой. Сен Құдайға қарсы шыққан. Енді бұл деген көшеде шор жүр бұндайлар. Менің де балдарым орысшаланып кеткен. Қазақшылыққа тартып жүрмін. Бәріміз сау, барымыз сау. Енді бұл жолдан қалай шығамыз? Қалай дейміз? Қалай ойлайсың? Вот енді соның бәріне айтуы сұрағың дұрыс. Басшы керек. Себебі шегені ағашқа кіргізу үшін балға керек. Араны ағашты бөліп алу үшін ара керек кесетін. Сондықтан ол басшы керек балға. Мен бәріне де айтып отқан сол, бүгінгі күні қалай қаласын, қабылдамасын қазақ. Менен басқа қазаққа басшы болатын адам жоқ. Адамды жоқ билейтін, менен басқа. Себебі мен қазақшылық талап етемін. Маған басқа ұлттың керек жоқ. Тұрасың ба Қазақстанда? Соғысқа келеді ғой. Жоқ. Енді қайтесің, екі ерлі-зайыптар қосылғанда, ол да қан ағады. Ана баланы туам дегенде. Баланы туам дегенде әйел бір аяғы өрде, бір аяғы көрде жатады. Ол да ол өлімнің басында тұрады, баланы туам деп. Енді бұл да солай, бұл өлімнің бір шет жағы. Аға, мен ойлаймын, енді деген басшылар айналып келгенде соншама ақымақ емес қой. Бірақ соның үстінен біреулер беделін жүргізіп жатыр ау деймін. Жоқ. Кешір. Ақымақ емес деген сөзге кесілмеймін. Ақымақ болғасын бұрмалап отыр. Себебі өзінің елі, жері бар болса адам, ол шоқынбайды. Осы бәрі кембіт жамандақ сөйледі Абылқайыр ханды. Абылқайыр хан өз еркімен барып қосылды дейді орысқа. Мен айттым, сен көрдің ба ана қол қойып барған құжатын? Абылқайыр хан. Ол деген орыстың жерін басып алып жатыр. Орыстан одан қорқып отыр. Анна Ивановна нетіп отыр. Екатерина екінші жоңғарларға ақша беріп, Новиковтен капитанды жіберіп, айтқан, сен шартқа отыр жоңғарлармен. Біз қару жарақ береміз, зеңбірек, мылтық береміз, ақша береміз. Тек қазақпен соғысам деп шарт жасасын бізбен деп.
Сол оны Ресей айдап салып жатқан қазаққа қарсы. Міне осылай болып жатқан жағдайда біз білуіміз керек, бізге кім дұшпан, кім жау. Сол дұшпан бізді айдап салады, бір-бірімізді арам ірткі салады, бір-бірімізді айдап салады. Кеше Қарашеш не деген масқара. Орыс Кириллов деген 18-ші ғасырда кітап жазып отыр. Қазақтарды қалай билеу керек, как управлять казахами. Ол не деген, ол ақ патша жеңіп алғам деген сөз, жеңіп алды, орыс патшасы. Жеңіп алып, енді анау кітап жазып отыр, қазақты қалай билеу керек. Қазақты дұрыс билеу керек, бір-біріне айдап салу керек. Ірткі салу керек. Біздің қазақтың басы неге қосылмайды? Қалай қосамыз ба? Қазақтың басы қосылмай жүр. Қазақ бір-бірінде дұшпан. Қазір қанша белсенді жүр. Белсенді дейді. Бірақ бір-бірін көре алмайды. Бірақ бір-бірін көре алмайды. Бастары қосылмайды. Әсіресе маған қарсы бәрі. Мына алдында көрдің ғой, Чулис қалай маған қарсы. Мен күшті жүздің қазағы деп мені жек көреді. Ана билер сайлауында болғанымызда ол маған қарсы шықты, кілең баяғы коммунистер болған. Саха шалдар. Ол маған жас жігіттер, мен сосын тұрып кеткесін маған деді, аға неге кеттіңіз, біз сізді қолда. Мен айтып, сіздер қолдағанмен де сендердің сөздері жүрмейді. Сендерге ашық айтып жатыр ғой. Мынау өтен сәлімді қойға болмайды. Себебі бұл ертең орысқа қарсы шығады, соғыс басталып кетеді. Бұлар шошынып жатыр ғой бәрі. Бұлар менен қорқады. Сендерге рахмет дедім айналайын. Сендер әлі билікке келетін уақытымыз келеді, асықпаңдар. Бәрі де болады. Міне енді мына қазіргі белсенділер бір-бірін жек көреді. Бір-бірін көре алмайды, бір-бірін шағысып жүреді. Әсіресе маған қарсы бұлар. Бұлар мына Мұхаммед Кәрімді батыр дейді. Думан батыр. Думан батыр емес, Думан журналист. Ол жақсы журналист жігіт. Тек ана провокаторның сөзіне ер, Әблязов, Мұхтар Әблязов. Ол ана отырған ана Әблязов провокатор. Мыналарды айдап салады. Осы жақта жігіт, адал жігіттерді. Өзі үшін сұхбатқа беремін етемін деп. Өзі жүр ана жақта шетелде тығылып. Ақшаны жеп, ұрлап, құдасы Храпуновпен екеуі жүр шетелдерде. Ақшаны былай бойып алып. Анау қызым, мынау баласы екеуін қостырып, екеуі орысша сөйлеп сояқта жүр. Әблязовтың балдары білмейді қазақша. Ол сояқта жүр. Мына жақтан мына Думанды ірткіге салып ит қылып қойды. Енді Думанды сол үшін соттап жатыр. Әблязовтан 1 сағат 40 минут па сұхбат алдың деп. Ана соны істеп отыр анау аяқта Әблязов. Ол сол кезде мына қорғап шықпайды, мен кінәлі, мені тартыңдар, мен сұхбат бердім деп. Келді қорғасыш, жалдасыш қорғаушыларды ақшаңды салып. Ол ондайға бармайды. Сен ол айтып отыр, өткі салушы оңбаған жігіт Мұхтар Әблязов. Ойбай аға, ол деген халықты көтеріп, несімен көтереді ол. Осы провокатор Думанның түрмеге түсуіне себепкер болып отыр. Міне осы ит, осы қара бет түсіп отқан. Саясатқа кетіп қалдық тағы. Саясатқа кетіп қалдық дейін тағы. Енді саясатсыз болмайды ғой. Өмірдің бәрі саясат. Менің өмірімнің бәрі саясат. Қай кезеңді алма. Міне мен 89-шы Жаңаөзенде болдым. Ол кезде менде дәстүрдің қазақ ұлттық орталығы. Маңғыстауда менде бөлімше болды. Сол Теңілбай деген жігітім, бөлімшенің директоры, сояқта. Мені шақырды кездесуге. Тілді қорғап жатырмын біз, жиналыс болды. Шапағатов сайын деген болды, марқұм Кеберсін. Сол үлкен құрылтай өткізді, қазақ тілін қорғауға. Міне соған да бар. Сол Жаңаөзенде жүнтестерді қуды. 89 жыл жаздың күні. Соғында қатыстым. Анау бір түннің ішінде кавказдықтардың бәрін қуып шықты. Олар кілең құтырып кеткен ешіріп. Мейрамхана, дәмхана, асхана, дүкен, бәрін солар ашып алған. Қазақтарды құтырып, тіпті қазақ қыздарымызға айтатын болған. Менің бәлен сөйт, міне сенің ақшаңды берем, ақшаңы үшін. Жаңа осы бір 2 жылдықта Ақтөбе облысында Байғанин ауданында қарауыл келді. Қытайлардың жаңа мұңайшылары қазақтың қыздарын айтатын көрдеді. Ана қызмет жасап жүр, еден жуады, тамақ пісіреді, нетеді. Мен аяғымды жу, саған $300 берем. Мен бетімде кірім жуып берме, саған $50 берем. Сосын қазақтар сосын ұрған оларды. Қарауыл келді. 6 Қытайды зарғастырған бөлмелеріне келіп. Баяғы қиын қияқта да солай болды. 4 Қытайды өліп балда өтірді. Құтыртқызуға болмайды. Ешкімді құтыртқызуға болмайды. Өзіміз мықты болу керекпіз. Бізді басынатын себептері көріп тұр, қазақ үндемейді. Үндемеген үндікке тоқпақтай жұдырық деген. Үндемеген үндікке тоқпақтай жұдырық.
үндемегесін бізді басынады. Бәрі сол қазір үйреніп алды. Қазақты қалай ұстау керегін. Енді қарашыш міне. Тіпті жаңа кеше кітапты, ана неден бір қазақ шығарып отыр ғой. Орыстың кітабын, Кирилловтың кітабын, как управлять казахами деп. Енді ол әдейі шығарып отыр ғой. Ол істеп барып отыр, ақша істеймін деп. Ақша істеп отыр, бір жағынан. Екінші жағынан қалай істеген, қалай бізді басқарған көздері жетсін деп қазақтың. Бір-бірімен қырылыспасын деп отыр ғой, екінші жағынан. Олай болса бір жөн ол, қазір енді бәленбай жыл ғасыр өтіп кетті. Енді сен орыстардың несін көтеріп жатыр, оны орыстар келіп суретке түсіріп, мәз болып нетіп жатыр, жан-жаққа таратып жатыр. Олар оны орыстар ойлай ма? Біз шамалы санамыз бөлек. Бізге ондайды бетке басып көрсету болмайды. Біз былай ойлап кетіп, жоқ, біз былай ойламаймыз. Біз ойлағаннан ойлағанда қалай билеу керек, солай билігіне көне қоямыз. Сен де нең ойына бұрып кетті сенің де ойың. Ол қазақты сақтандырам, мен де солай түсінгім келеді. Бұл қазаққа ақыл берем, қазақты сақтандырам деп, ол жоқ. Ол солай, қазақ олай ойламайды. Қазақтар басқаша ойлайды, мынау бізге қазаққа қарсы орыстарды өшіктіріп жатыр деп. Ол бір жағынан, ол да екінші жағы солай. Ол мен толық қолдаймын, қосыламын. Ана ойлар бұрып кетеді қазақтардың. Ол сонда солай өстік біз. Мына Оралда да ол 91 жылы. Айсұлу звондады, марқұм Теберсін, Жасарал Қуанышәліні некелесті, сосын ажырасып кетті екеуі. Ол да звондады, аға орыстар, атты қазақтар, нені тойлаймын деп, 400 образование уральского казачества. Соған не істеу болады деді. Мен айттым, мен келем дедім. Біз сол қыркүйектің 15 күні кешкі сағат 24 пойыз, жүйрік пойызы. Неден, Ақтөбеден 20 шақты жігітпен Оралдан бір шықтық. Таңертеңгісін 6:30-да келдік. 6:30-да түстікті, анау атты қазақтар неге жиналған? Оралда үлкен шіркеу бар, орыс шіркеуі. Сол жерге жиналып, Газманов келді. Есауыл әнін айтам деген шығар. Сосын архиепископ Москвадан. Татар ғой. Иә. Архиепископ бір молдасын жіберген Москвадан. Сосын бүкіл жерден атамандар келген. Мына Жетісу атаманы. Қандай талап құрып отыр? Краснодар. Сонда бұлар өздерінің несін атағысы келіп тұр ғой, біз казачество бармыз деп. Осы Қазақстанды ұстап тұрмыз казачество деп. Міне жүр ғой Захаров деген, Жетісудың Қарағанды казак атаман сөйлес. Жаңа неге Путинге хат жолдап, бізді неге қосыңыз, Ресейге қосыңыз деп. Бізді реабилитация жасаңыздар, бүйтіңіз, сөйтіңіз деп. Ол да ойыншық емес. Жоқ, жаңағы казачество не істедіңдер сосын? Сол казачество не істесін, соны біз жиналдық та, кешкі 8-ге ана шеркеуді қоршап алдым да, адамдарға айттым ана келген. Тек 1-2 адамнан шығасыздар, бірден кетесіздер ұшаққа, сосын темір жолға, пойызға, сосын автовокзалға. Сөйтіп шығады. Сол 8-ге дейін сол жерде болдық. Сосын Айсұлу үйіне қонаққа шақырды. Сонда ана милицияның майоры, қалалық советтің депутаты, ОБХ-ның бастығы, 157 жылмен мініп алып, неге қарай келе жатыр, бізге қарай басам деп. Мен адамдарға айттым, шыдаңдар, қашпаңдар, баспайды ол бізді. Ол содан нерві шыдамады ма, нені жіберді, мыняқты құрылыс жүріп жатыр, қарамар, машинаны сояққа соғып жіберді. Ұшып кетті әрмен қарай, 157 жыл. Ондайда несін көрдік. Сосын 91 жылы қыркүйектің 19-ында Москвада жаңа неге Ельцинге қарсы бірікті ғой, орыстар. Мен 3 адаммен билет алдық. Кеш түнде жаңа 525 рейс, 1,5-да ұшақ ұшуым керек. Үйге кім келді маған? Қаланың прокуроры Әлмұрзаев Нұрлан. Сол маған келіп айтты, мен сен қолға табылуым керек, ешқайда кетпеймін деген. Мен айттым, сен неге мен қылмыс істі тергедің ба маған неге алады? Жоқ, ана Мусин айтты дейді, облыстық әкімшілік. Өтенінен қолхат алып ешқайда кетпесін. Мына ода осыдан шығады деп. Мен қолхат жазып берді, одан жалынып тұрап атқасын. Көрсін, несіне мен қолхат берген нем кетеді. Соны түнде таксимен билетім қолымда қойды, 3 адам билет алдық. Сол ұшып кеттік Москваға. Соны сағат 5:30-да түссек таңертең. Метро әлі жабық. 6-та метро алды да біз неге қарай, Ақ үйге қарай кеттік бұрылып. Сосын мен Рудскойдың тобында Москва өзенінің астында туннель бар, сол жерден қорғаймыз деп шықты ғой 3 адам. Рудскойдың тобында. Сосын оны да көрдім мен, 3 күн жүрдім сол жақта.
Елшінің арақ ішкенін де көрдім. Сол жерден бізді Елшін ана не бәрі біткеннен кейін бұйрық берді. Самый лучший гостиница в Москве устроить. Всех защитников Белого дома деп. Содан бізге бәрі қонақ үйдің ақшаларын төлеп, тамағымызды беріп, біз сол бір жеті жүрдік қонақ болып Москвада. Бізге сондай құрмет жасады Елшінге, Борис Николаевичке рахмет. Не істедіңдер сонда? Нені қорғап қалдыңыз? Қорғауға келдік ана ақ үйді. Себебі жан жақтан әскерлер келіп жатыр ғой. Сырттан халық шулап жатыр. Біз іштен қорғауға шықтық, ішіндегі адамбыз. Совет үкіметі мен демократия қырылысты. Әлі жоқ қосы демократия. Совет үкіметі әлі құрған жоқ, сосын құрайды ғой сосын. Сол жерден мен мына Рудскойдың тобында болдым. Рудскойдың генерал-майор ғой, авиация. Жауынгер ғой. Біз сол ана Москваның астында туннель бар. Сол жақтан Альфа топтар келеді деп, спецназдар келеді деп не болды, ол анау Альфа бәрі де қарсы шығыпты неге, үкіметке қарсы. Біз Елсінді қолдаймыз деп. Сол бір кезде танкілер келе жатыр. Біз күтіп тұрмыз ғой. Қолымда қару жақтарымыз бар. Яғни сіз демократияны қорғап қалған адамсыз ғой? Иә, сосын танкілер келе жатыр. Bir кезде ана Мусин сізді жібергісі келді. Мусин онда деген совет үкіметін қорғап тұр ғой? Иә, ол Мусин советін. Сосын танкі былай бұрылды да, танкінің ішінен танкист шықты да айқайлады, мы за Ельцина, мы за Борис Николаевич деп. Содан халықтың бәрі мәз болып, ана екінші танк, үш танк тұрды да, былай қарай теріс қарай бұрылып, ауыздарын әрмен қарай бұрды да, ақ үйді қорғаймыз деп шықты ғой. Соны біз бәрін рахаттан, содан кейін бізге Ельцин не берді ғой. Bir жеті демалыңдар, жақсы қонақ үйлерді деп. Мен туркомплекс Измайловда бір жеті жаттық демалып. Келгеннен кейін Мусин әңгіме айтқан жоқ па? Келгеннен кейін Мусин әңгіме айтқан жоқ па? Кім? Мусин. Жоқ, Мусин есем, одан кейін бітті ғой Мусиннің күні. Күні тек мен Мусинна 94 жылғы мен қаматтырған түрмеге. Ол кезде ол менен Мусин, мен енді жасыратын жоқ, ең жақсы күйлі адамдардың бірі болдым Ақтөбеде. Бірде менден қайда істі бастадым. Шекер саттық. Сосын Қайданников марқұм Теверсін автоваздың директоры мені сыйлайтын жақсы. Себебі 91 жыл мен автораллиға қатыстым, машина айдап. Маған соны Жигули 06 сыйлады олар қатысқаным үшін. Сосын маған жағаны Краснодардан, Адыгейден, Краснодарда атты қазақтар, Краснодардан Кубанның қазақтары маған шекер берді ол жинап. Мен қайда 10 мың келі міне Ақтөбе шекер деп сатып жатырмын әкеліп. Енді мен ана тәңілік сауда басқармасының басы Насреддинов Алик деген Әзербайжан болды. Сонымен келісіп жасады, мен 10 мың тонна шекер әкелетін болдым. Уже келісіп қойдым Краснодар мен Адыгейден. Bir кезде келсем, Ақтөбе адан келісіп анаяқтан. Маған айтады, Алик шықпады жұмыстан. Барсам, бір орысты қойған. Он маған айтады, я вам деньги не дам, пока вы сахар не привезете. Мен айтам, ты что, чокнутый, что ли? Ты мне не давай деньги, ты деньги на предъявителя положи на счет. Ана Аликпен келісіп Насреддиновпен. Мен есеп счетым ақша салып қой, болды. Мен ана шекер түсті дегенде ақшаға қол қоясын, қапыда оласын, мен ақшаны аламын. Ол мынау маған орыс бермеймін деді. Сосын мен неге кеттім? Саратовқа. Саратовта мен жақсы досым болды. Ненің облыстық басқарма, су басқармасының бастығы. Сол мені неге таныстырды апарып. Қалалық облыстық жаңа администрацияның бастығының бірінші орынбасары. Сосын мен таныстырғаннан кейін анау ненің шақырып облыс Петросоюздің бастығын. Анау не екен, герой соцтруда. Сосын айтты, вот тебе 3 дня, вот из Казахстана приехал Вутен, Салим, ему нужно на 10 тысяч тонн сахара деньги найти. Все, тебе даю задание, чтобы деньги были. Сейчас его устрою в гостиницу, питание, все, проживание, чтобы все было за твой счет. Давай, тап-тептес. Сосын олар 10 мың тонн шекерді олар алды, Саратов облысы. Соларға сатып жібердім мен. Міне тек өзім Ақтөбеге 1-2 машина шекер әкелдім. Сол 10 тонны ма 20 тонн шекер алды болды. Халықтың алды шама ұят қалып қойды. Себебі қаншама адам маған жазды, шекер сатып алуға. Мен ол шекердің бәрі ойлағандай болмай қалды. Жаңан енді бизнесмен болғансыз ғой? Кәсіп мықты болдым. Сол мен жаңа базар аштым Ақтөбеде. Дәмхана аштым. Көлік тұрағын аштым бірінші. Сол мен дәмханам базарыма ана Мусин қызығып
Маған айтады, Осы жерде басталды деймін. иә, сен ана үлкен базарыңды бізге берсейші дейді. Мен айтамын, неге мен берем? Мен сендерден ақша алған жоқпын. Маған ештеңе көмек берген жоқсың. Мен бәрін өзім ақша істеп жатырмын, өзім ақшамы. Сендер көктейін. Мен өзімнің банкымды аштым. Ана Борщев деген болды азамат. Ол да жаңағы құрылыспен айналысты. Ол екеуміз кооперативный банкты аштық. Кооперативный банкты. Жұмысымыз былай әдемі жүріп кетті. Адамдар көбейді келетін болып. Маған адамдар келсе, мен дәстүр деген атақ шықты ғой бүкіл Қазақстанға. Айтыс өткіздім, не өткіздім. Сол маған жаңа Мусин ана базарды берсейші дейді. Коммунальный соп. Мен жоқ бермеймін, оны мен неге алды. Сол маған бұл өшікті. Сол мен қаматтырып 94 жыл. Иә, 94 жылы. Бандитский разборка ғой. Иә, сәуірдің 4 күні мен 5-те билет алдым Стамбулға ұшуға. Себебі анаяқта Стамбулда мен елемен кездесіп жігіттермен. Бұлар менің жігіттерім жаттықтыратын болды. Мен сол әскери жігіттерін дайындадым ғой. Соны да жаттықтыратын болды. Сол менің яқтан дайындап қойын жігіттер енді бір 10 шақсың дайындаласыңдар. Мен қазір Стамбулға барып көрем. Анаяқта келіскен адамны кезіп сөйлесемді, қай жерге сендер түсесіңдер, кім сендер қарсы алады. Сосын айтты, ол бір ай жаттықтырамыз. Олар не үшін жаттыңыз? Әскери дайындық жасаймыз деп, әскери дайындық. Маған енді жауынгер, енді жау жоқ деме жарасында, бөрі жоқ деме бөрі қасында деген. Қазір сені болмайды орысқа. Қазақ не айтқан, орыстан жолдасым болса, айбалтаң жаныңда болсын деп. Мен орысқа өмір сеніп көрген жоқпын. Орыс бір жағынан, Мусин бір жағынан. Мусин бір жағынан орыс қауіпті. Мусин құмырсқа ғой құрсын. Мусинді маған құрту ол қиын емес қой. Оны шайнап тастау. Тұқым құртпау маған ше Мусинге бұйым емес. Маған орыс қой бірінші қауіпті. Мен көрдім орыстарды мына. Уральскіде көрдім 91-ші атты қазақтарын. Жиналғанда орыстардың жан-жақты. Сонда көрдім, орыспен ойнауға болмайды. Құтырып кетсе жаман. Жинал бас біріп кетсе. Сол Москвада да көрдім 91-ші жылы. Сол мына берген көбейіп кетсе жаман. 2007-ші, 2005-ші Украинада көрдім мен орыстардың. Бірақ онда украиндар мықты болды. Біз 2-3 адам болып бардық Украинаға. Сол кезде ана Януковичті орнын құлатқанда құраптыны Порошенконы қойды орнына президент қылып. Янукович құпты. Міне анда мен Қырғызстанда Асқар Ақаев, Қорменбек Бакиевті қуғанда да қатыстым Бишкекке. Сол екеуі қуғанда. Анау азаматтар, қырғыздар жақсы қарсы алды бізді. Сол 3 күнде Асқар Ақаев қуғанда да 3-4 күнде болдық Бишкекте. Сол Қорменбек Бакиевті қуғанда да 3-4 күнде мен Бишкекте болдым. Не істедіңіз онда? Халықтың саны көбейді ғой. Біз енді жігіттеріміз қол аяғымыз балға дайын. Төбелес болса кетеміз ғой төбелеске. Ана жерде бірақ қырғыздардың милицияларына рахмет, халыққа қарсы шыққан жоқ, қол көтеріп таяғын шоқпарын жұмсап. Олар біреу де барған жоқ халыққа қарсы. Мен соларға ризамын мына қырғыздың полицейскилеріне. Біздің советтік заманда милициялар да солай еді. Мына мен қанша түстім милицияға. Маған бір қол жұмсап көрген жоқ еді. Бір неткен жоқ еді. Тек сұрайды, ұрдыңдар ма орыстарды? Аға ұрдық деймін. Болды, кетіңдер, үйге барыңдар дейді. Кете беріңдер. Енді түспеңдер дейді. Сол кететінер біз. Талай орыспен төбелестік қой бала кезімізде. 16-17 жас. Ал қазір ше? Қазір ондайында қазір милицияға сенім жоқ, полицияға. Қанша көріп қазақтар ұстап жатыр ғой. Ешке орай жоқ. Иә, қазақтар ұстап жүр ғой, кілең. Кілең қазақтар ұстап жүр. Қатын баланы тасып былай да болды. Иә. Енді мында да міне митинг болып келіп, мен митингке қатысып жатсам, менің келіп екі жағым 2 орыс алып кетті, қолынан ұстап. Сол ана неге әкелді, автобус толған милиция. Бұл 3-4 жылдықта болды. Митинг болды осында. Сол әкелді автобус толған қазақтың балдары. Боқтады мен сосын әкеңнің ауызына сене, мен ұстауға бастадыңдар мен деп. Сол мен бір машина отырғызды, апарып тастады бір жерге. Сол жерге жиналды милициялар. Бір капитан келіп, менен жауап алғысы келеді. Фамилияңыз кім дейді? Мен айтам, ұстап отқан мен сенсің ғой. Енді сен маған айтуың керек қой, мен фамилиям кім. Мен ұстаған, сен айтуың керек, фамилиямды айтып білуің керек, неге ұстағанды. Сосын артынан не керек бір майор жігіт келді. Сізді бір жерде көрген сияқты қаратты. Компьютер, сәлім аға келді. Әкелдер, бала әкелдер, шай әкелдер. Бұл ағай ғой сәлім ағам бұл, сәлім ағам қалай ұстаймыз біз. Мен қатының келіп жынданып жатыр, ит жерімен неге шай ішіп жатыр. Мен айтам, Катюк, олар мені сыйлап жатыр ғой.
сыйлаған құлы бол деген қазақ. Ол араздасу болмайды, олар өздерінің несін азаматтан көрсетіп жатыр. Ана майор деген мәз болып жатыр. Ойбай, бұл сәлім аға ғой, сәлім аға ғой деп. Ал осыдан кейін олармен қалай араздасасын? Адам, саясатқа адам қосылмаса, ол мал адам. Ал себебі өмірдің бәрі саясат. Сен міне дүниеге келдің бе? Сен туатын перзентханаңда, перзентхананың күй жағдайы бола ма? Сен тудыруға, ол да саясат. Сол туғаннан кейін ана шешеңе тамақ бере ма? Ол да саясат. Сондықтан жаңағыдай саясат, оны қайғырма оны. Дұрыс айтасың аға. Бізге қазір қоғамға не жетпей жатыр? Мәдениеттілік жетпей жатыр. О, дұрыс. Надандылық көп. О, саясат жоқ. Жете сананы ояту керек адам. О, дұрыс. Арын ояту керек. Міне жаңа дұрыс, міне дұрыс айттың. Міне. Сол салада жұмыс істеу керек. Міне жаңа. Рахмет сұхбатыңызға. Сені жаңа сыйлап жатырмын мен. Болашақта тағы да сұхбат жазамыз. Аумин, аумин. Амандық болсын аға. Аумин, өзіңді аман бол, ауырма. Бізге қазақтың басын қосу керек. Осы салада біраз жұмыс жасап жатырмын аға. Бір сұхбаттар, ақпараттар келіп жатыр. Болды екен бір-бірімен қырылысып. Енді қазір үш найзаны орналатып, ақтуды тігіп, басты біріктіру керек деп сондай ақпарат келіп жатыр. Соған жетейік аға. Аумин, аумин. Қабыл болсын тілектерің. Жақсы аға, амандық. Аумин.